Үшінші сынып бойынша қазақ тілінен тапсырмаларды бірге орындаймыз. Ең әуелі басқа тапсырмаларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 49-шы жаттығу. Мәтінді оқып танысайық. Құмырсқаның пайдасы. Құмырсқа ұйымдасып, жабылы жұмыс істейтін жәндік. Құмырсқалар ұйымшыл келеді. Орманда жүріп адасып кетсеңіз, құмырсқаның илеуіне қарап, бағыт-бағдарды анықтап алуға болады. Өйткені құмырсқалар өз илеуін тек солтүстікке қаратып салады екен. Олар өлген шыбын-шіркейді, басқа да зиян заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартып, табиғатқа көп пайда келтіреді. Сондықтан олардың илеуін бұзбаған, баспаған дұрыс. Қайта оларды қорғау керек. Енді осы мәтінге байланысты берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мәтіннен тірек сөздерді анықтайық. Олар құмырсқа, ұйымшыл, бағыт-бағдар, анықтау, илеу, тазарту, қорғау. Сызба бойынша мәтін бөліктерін табамыз. Ең бірінші құмырсқаның пайдасы. Илеуіне қарап бағытты анықтауға болады. Өлген шыбын-шіркейді, зиянды заттарды жеп, қоршаған ортаны тазартады. Қорытынды: құмырсқалардың илеуін бұзбаған, баспаған дұрыс. Енді осы мәтін ғылыми мәтін екендігін дәлелдеуіміз керек. Мәтінде құмырсқалардың илеуін тек солтүстікке салатындығы, қоршаған ортаны тазартатындығы туралы нақты ғылыми деректер келтірілген. 50-ші тапсырма. Сөйлемдердің жалғасын тауып, көшіріп жазайық. Бірінші сөйлем: құмырсқа пайдалы жәндік. Өйткені зиянкестерді жойып, қоршаған ортаны тазартады. Екінші: ауа тазарды. Себебі өсімдіктер оттегін бөліп шығарып тазартады. Үшінші: дала әппақ. Өйткені далада қар жауды. 51-ші тапсырма. Сөз жұмбақты шешеміз. Бірінші көлденеңнен: қанаты жоқ, ұшады, аяғы жоқ, желеді, аузы жоқ, ұлиды. Бұл боран. Екінші: тама-тама тас тескен. Ол бізде тамшы. Тігінен: көк көрпенің мақтасы әр жерде жүр бытырап. Бұл бізде балалар бұлт. Көзге ілінбейді, жұтсаң білінбейді. Бұл ауа. 52-ші жаттығу. Мәтінді оқиық. Балалар мысықты таспен ұрып, қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып, мысықты босаттырды. Сосын бәріне: іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы, деп кейіді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Енді тапсырмаларын орындайық. Бірінші тапсырма: мәтін не туралы, әрі оның мазмұнын айт. Мәтін мысыққа зәбір көрсетпек болған балалар жайлы. Мәтінге ат қояйық. Мен бірнеше тақырыптар ұсынамын. Тәртіпсіз балалар, Әлима әжейдің көмегі, қолға түскен мысық, жібі түзу бала, немесе жануарларды қорғау. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайық. Үшінші: жануарларды қорлауға болмайды. Балалар нені дұрыс істемеді? Олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз. Балалардың мысыққа тас лақтырып қуалағаны, оны байламақ болғаны дұрыс болмады. Жануарларға жамандық жасауға болмайды. Олар адамның досы. Мысалы, мысық тышқан аулайды, ит үйді күзетеді, жылқы қымыз береді деген сияқты мысалдар айтуға болады. 54-ші жаттығу. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде дейді. Яғни біз мәтін жазуымыз керек. Оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, оқиғаның аяқталуы. Мысалы, ит адамның досы деген тақырыпқа байланысты мәтін. Асқар қой бағып жүрген еді. Түскі астан соң жатып еді, көзі ілініп ұйықтап кетіпті. Кенеттен қасында жатқан Ақтөс орнынан әлденеден шошынғандай атып тұрды. Асқарға қарай кетіп бара жатқан жыланды көріп, үрей жөнелді.
Ақтөстің даусынан оянып кеткен Асқар жыланды көре салысымен қамшысымен салып қалды. Жылан қозғалмай қалды. Асқар Ақтөстің бұл әрекетіне риза болды. Ол болмағанда оны жылан шағып алар еді. Міне бұл мәтінде оқиға бар. Оның басталуы, дамуы, аяқталуы толық мәтінде айтылған.